Қадірлі әріптестер, үлгі ретінде көрсетілген аватар арқылы біз виртуалды жүргізушінің айрықша мүмкіндіктерін паш еткіміз келеді. Кез келген жүргізушінің түр тұлғасын жасап шығаруға болады. Әрі, арнайы синтезатордың көмегімен жүргізушіні қазақшада сөйлетуге мүмкіндік бар. Мысалы, виртуалды анимация арқылы ауа райы болжамын көрсете аламыз. Болашақта 3 анимациялық аватар құрастыруға мүмкіндік бар. Армысыздар, құрметті көрермен. Студияда Мади Жасандулы. Назарларыңызға ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде көшпелі бұлт шығады. Сынап бағанасы Петропавл, Қостанайда түнде 33-30 градус аяз, күндіз 0-ден 19-18 градусқа дейін төмендейді. Ауа температурасы Павлодар мен Көкшетауда күндіз -16-19. Сынап бағанасы